Армысыз насылтым, қыркүйектің ғажап күнде отырмыз. Бүгін 8 қыркүйек. Құдай қалап 18-іне ай тұтылу кіреберісі басталады. Енді көбінде білетін шығарсыздар, енді тазалану керек, ескі нәрсені ұмыту керек, өкініштің бәрін жіберу керек, өкпе назын бәрін кешіру керек, өткен кеткенге бәріне салауат айту керек, сонымен бәрі кеткен кетсін. Бірақ айту оңай, жасау өте қиын. Қаншама техникалар, қаншама сабыр амалдары, қаншама ырым нанымдар жасап жатыр, бірақ адам болу үшін, адамдық деңгейге жету үшін, озмыштан шығу үшін масқара қиын. Одан кейін 21-23-не күн мен түн теңеледі. Оған да тазалану керек, оған да бүкіл қайғы мұңнан айырылу керек, оған да адамдық деңгейге жету үшін өзімізді биік ұстауымыз керек. Өйткені бізді Құдай өлсін деп жаратқан жоқ, бізді Құдай бейшара сорлы ата-бабадан келатқан кесірлер, кесапаттар, қастандық, жаман бәле-бәлекеттер, жын-перілердің дуа сиқырына ілініп, солардың жетегінде, солардың етегінде жүрсін деп бізге өмір берген жоқ. Бізге тағдырымызды осы ғажап әлемде ғажап етіп өмір сүру үшін адам деңгейінде, адамдық бүкіл қабілетімізді, бүкіл мишықтағы, бүкіл сана өреміздегі барлық ақыл парасаттықпен бүкіл қиындықтарын, бүкіл білмейтін сұмдық лабиринт қиыншылықтардың бәрінен шешіп шығып, өзіміздің тағымызға отырып, тәжіміз басымызға сай болатындай дәрежеге жету үшін бізге өмір беріп отыр. Бүкіл жарық дүниені біздің ата-бабаларымыз да соған жеткізіп отыр, осы жарық дүниені осы ұрпағым көрсінші деп. Сондықтан бұл өмірді тек ішу, түшу, зорлық, зомбылық, көре алмаушылық, күндестік, сиқыр дуа, көре алмаушылық, жаман пиғыл, жаман ниет, өсек сөз, ұйқы, боққарын, қылтамақ, сол өзінің ішкі несін ғана ойлайтын, санасы тек сол кілемнен полға секіретін ғана сондай саналыдан өтініш көріп отқан адамсыздар ғой, адам ұрпақсыздар ғой. Содан шығуға, адамдық деңгейге жетуге ұмтылыңыздар.